Полицей қыздың махаббаты. Екі рез тұрмысқа шыққан қыз, өзі құзырлы органда істегенмен, қалайша өз күйеулеріне шамасы келмеді. Кейіпкердің баяндауы бойынша. Адасқан тағдыр. Мен Алматы облысында 1993 жылы қарапайым отбасында дүниеге келдім. Отбасында 2 қыз, 1 ұл едік. Мен үйдің үлкені болатынмын. 9 сыныпты аяқтағаннан кейін әкеме колледжге түскім келетіндігін айттым. Анам екеуі қарсы болған жоқ. Анамның қолына ақша ұстатып, әкем анам екеумізді қалаға жіберді. Алматыны көру мен үшін арман болатын. Себебі кішкентай кезімде отбасылық жағдайларға байланысты қалаға қыдырып келмеген болатынмын. Бала кезімнен арман қала болған. Алматыға оқуға түсуге келдім. Алматы қаласының колледждерінің біріне құқықтану мамандығы бойынша оқуға түстім. Сабақ басталғанша ауылда жүріп, күзге қарай қыркүйек айында оқуға келіп, жатақханаға жайғастым. Анам мені жайғастырып болғаннан кейін ауылға қайтып кетті. Мұнда мен секілді Қазақстанның әртүрлі ауылдық жерінен оқуға келген өзге курстас қыздар секілді мен де өзгере бастадым. Ұзын қара қоңыр шашымды кесіп, қастарымды тергізіп, сөмкеме бұрындары тек қана кітап салып жүретін болсам, енді боянуға қажетті заттарды салып жүретін болдым. 1-ші курсты жақсы оқып аяқтадым. Осы оқу жылының басында мен өзіме жақын құрбы тауып, сырлас болып кеттік. Құрбымның аты Алмагүл еді. Бір үйдің жалғыз қызы болатын. Әке-шешесі ажырасып кетіп, қазіргі таңда анасы 2-ші рет тұрмысқа шығып, өгей әкесімен тұрып жатыр екен. Жазғы демалыс басталған уақытта мен ауылға қайтып кеттім. Ал құрбыммен телефон арқылы хабарласып жүрдім. Содан 2-ші курс басталатын кезде маған пәтер жалдап тұру керек болды. Себебі колледждің жатақханасынан тек қана 1-ші курсқа түскен студенттер және басқа облыстан келген студенттер ғана тұратын еді. Осы кезде құрбым өзінің үйіне бірге тұруға шақырды. Ата-анасымен сөйлескенін және олардың менің барып тұруыма қарсы емес екендігін айтты. Құрбым өзіміздің группада бірге оқитын Мағжан атты жігітпен сөйлесіп жүретін. Мен бұрындары жігіт атаулымен сөйлесіп көрмеген соң, бастапқыда бұл маған оғаштау көрінетін. Себебі анам тек қана оқуыңды оқы, диплом ал, жұмысқа кір, қыдыр, өмірді көр, тұрмысқа шығуға асықпа, бала тауып та күйеуге тиіп те үлгересің деп үнемі айтатын. Сол сөздері санамда құйылып қалғандықтан жігіт жайлы мүлде ойламай сабағымды оқып қана жүретінмін. Осы кездері агент деген енді шыға бастаған кезі болатын. Осылай жүргенде бір күні агент арқылы бір жігітпен танысып қалдым. Жігіттің есімі Болатбек, менен 5 жас үлкен екен. Осылай сөйлесіп жүргенде бір күні кездесейік, жақынырақ танысайық деп маған ұсыныс білдірді. Сосын кешке қарай екеуміз кездесіп, біраз әңгімелесіп қайттық. Маған жүзі жылы көрінді. Өзі көп ашылып сөйлемейді. Бетіне қарасаң, көзін тайдырып алып кететін. Тек қана маған қырымен қарап келе жатқанын байқайтынмын. Солай екеуміз танысып сөйлесіп кеттік. Үйінің үлкені, өзінен кейін бір інісі және қарындасы ғана бар екен. Анасы мектепте мұғалім, ал әкесі жұмыссыз адам екен. Бұл кезде мен 17 жаста едім. Қайран жастық шақ. Екеуміз уақыт өте келе бір-бірімізді ұнатып, қыз бен жігіт ретінде сөйлесіп жүре бастадық. Ол кезде Болатбек 5 уақыт намаз оқитын. Әскерден жаңа келіп, тұрақты жұмыс таппай жүргендігін айтқан болатын. Жергілікті бір күзет фирмасына күзетші болып орналасып, құрылысы әлі аяқталмаған ғимараттарда кезекшілікте тәуліктеп отыратындығын айтты. Осылай уақыт өтіп жатты. Бір күні Болатбек 18 жасқа толған кезінде маған тұрмысқа шығасың ба деп сұрады. Мен әлі жоғары оқу орнына түсуім керектігін айтып, қазірше тұрмыс құру ойымда жоқ деп кесіп айттым. Алайда ол жымыңдап, уақыт өте көре жатармыз деп қойды. Көптен күткен 18 жасқа да толдым. Осылай жүргенімізде мен 2-ші курсты да аяқтадым. Ал бұл кезде жігітім
әскери бөлімге тұрақты жұмысқа кірген еді. Күз айында 3-ші курсқа өткеннен кейін мен бұрынғыдай құрбымның үйінде тұрып жаттым. Құрбымның ата-анасымен де анамды таныстырып қойған едім. 19 жасқа толатын туған күнімде жігітім туған күнді менің достарымның арасында өткізсе қалай қарайсың деп ұсыныс білдірді. Себебі оның достары әлі оқитын музыканттар еді. Ал жігітім тек қана колледжді аяқтаған, орта білімді болатын. Әрі қарай оқуын жалғастырмапты. Мен құрбымның анасынан сұранып, жігітіммен бірге музыканттар тұратын жатақханаға бардық. Таңға дейін ән салып, неше түрлі аспаптардың құлағында ойнайтын қыз-жігіттермен танысып, керемет кеш, керемет отырыс болды. Жігітім менің бетімнен сүйгеннен әріге бармады. Сондай-ақ екеуміз де ішімдік ішу, шылым тарту деген жаман әдеттерден аулақ едік. Өз басым ондайдың дәмінде татып көрмеген болатынмын. Осылай отырып, таңның қалай атып қалғанын да білмей қалыппыз. Жігітім екеуміз таң ата салысымен аялдамаға қарай асықтық. Мен сабаққа, ол жұмысына бару керек болатын. Сол кезде менің ұялы телефоныма анам қоңырау шалды. Телефон тұтқасын көтеріп едім, анам бірден ашулы дауыспен: "Сен қайда жүрсің? Не бүлдіріп жүрсің? Сен өзі қандай қыз болғансың?" деп маған ұрса жөнелді. Мен мән-жайды білмей сасып қалдым. Анамнан сұрай бастағанында: "Сені кім алып қашып кеткен?" дейді. Сөйтсем, менің құрбымның анасы менің келмегеніме анама қоңырау шалыпты. "Қызыңыз түнде үйге келмеді. Сөйлесіп жүрген жігіті барын білесіз бе, білмейсіз бе? Мен анығын білмедім. Сол жігіті алып қашып кеткен-ау шамасы" деп айтқан екен. Содан анам мән-жайды менен сұрамастан ауылдағы ағайын туысты дүрліктіріп, алып қашып кетіпті қызды деп барлығына жалған өсек тарап кеткен екен. Анаммен сөйлесіп, мен оқуға бара жатырмын, аялдамада тұрмын деп айтсам да, маған сенетін түрі жоқ. Содан не керек, мен аялдамада отыра салып жыладым. Жігітіме: "Сен мен алып қашып кеткен екенсің, ауылға сондай өсек тарап кетіпті. Ертең мен ауылға қалай барамын, қай бетіммен барамын" деп егіліп жыладым. Сол аралықта жігітім: "Ондай болса сені шындап алып қашып кетейін, бәрібір үйленеміз деп жүрміз ғой" деп ұсыныс білдірді. Мен сол кезде елдің сөзінен қорқып, есік көрген қыз, қайтып келген қыз деген өсектен қорқып, және ата-анама сөз келеді деген оймен ойланбастан алып қашуға келістім. Жігітім қолындағы ұялы телефонын сатып, жолға бір досымен келісіп, туған күннің ертесі Қарлатып ауылына жетіп бардық. Жол бойы көзімнен жас тамшылап, қатты жыладым. Ішімде бір өкініш болды. Бұл бақыттан жылап отырған емес, керісінше ата-анама алдындағы үмітті ақтай алмадым. Оқуым не болады? Енді үй шаруасындағы әйел болып қаламын ба? Не қолымда әлі орта білімнің дипломы да жоқ. Енді қайттым деген жауабы жоқ сансыз сұрақтар санамды жеп бара жатты. Шамамен 4 сағаттай жол жүріп, үйіне де жеттік. Табалдырықтан кірген кезде анасы қарсы алды. Енем екеуміз бір-бірімізді көріп шошып кеттік. Менің болашақта қартайған кездегі өз бейнемді көргендей болдым. Содан қуғыншылар келді. Барлығы реттеліп, ертесі күні қайтадан қалаға кетіп қалдық. Себебі мен сабаққа, ал күйеуім жұмысқа бару керек еді. Ертесі күні сабаққа барған кезімде құрбым амандық саулық жоқ менің жаныма келіп: "Неге түні қалай болды, соны айтшы, маған қызық" деп болмайтын сұрақтар қойғаны менің көңіліме тиіп қалды. Солай жүріп, екеуміз ренжісіп қалдық. Мен келін болып түскен кезде енем аса қатты жақтыра қоймады. Менің баламның жұмысына бола қызығып тұрмысқа шыққан қыз. Не қолында дипломы жоқ, не тұрақты жұмысы жоқ, аяғы ауыр болып тиген. Оны бір 9 айдан кейін көре жатармыз деп, өзінен кейінгі сіңілілеріне өсектеп жатты. Екі жақтың ата-аналары жолығып, құдалықты, тойды сөйлесіп, уақытын белгіледі. Наурыз айында құдалық болды, ал маусым айында тойымыз болды. Мен өзім қалаған ақ көйлекті кие алмадым. Себебі енем қазақи нақышта киінсін деп, прокатқа қазақша көйлек сәукелесімен алдым. Жаздың ыстығында терлеп, жүдеп, сәукелемен қалың шапаныммен тойда жүрдім. Мені қыс мезгілінде алып қашып кеткендіктен және наурызда құдалық болатын уақытқа дейін күйеуім екеуміздің арамызда ешқандай төсек қатынасы болған емес. Себебі мен әкемнің үйіне қыз болып барғым келеді деп күйеуіме шарт қойған болатынмын. Сол себепті күйеуім осы шартыма келісті, және екеуміздің бір-бірімізге үйренуімізге де уақыт керек еді.
Көптен күткен құдалық та болды. Құдалықта екі жақ бір-біріне берген тізім бойынша әкелген киіттерін кигізе бастады. Осы уақытта қыздың қалыңмалы деп, енем 200 мың әкелдік деп, конвертке салып анамның қолына ұстатты да, кейін анамды шақырып алып, ол жерде 200 мың емес, 50 мың теңге. Елден ұят болмасын деп, 200 мың деп айта салдым. Қалғанын тойға дейін беріп отырамын деп айтқан екен. Ата-анам қарапайым жуас адамдар болған соң ештеңе демепті. Қызымыз бақытты болсын деп ақ баталарын берді. Содан көктемде құдалық болып, жазда той болатын болғандықтан мені арасында күйеуім анасының жанына апарып тастап жүрді. Анасы қарындасымен ауылда тұрады екен. Ал әкесі қалада әр жерде бір жұмыс жасайды. Інісі де қалада бөлек тұрып ол да жұмыс жасайды екен. Мен барған кезде енем жуылмаған майы қатып қалған 2-3 күндік ыдыстарын үйіп қоятынды шығарды. Одан қалса қарындасы жинаған үйді шашып тастап, менің ашуыма тигісі келетін. Уақыт өте келе күйеуімнің мамасының баласы екенін түсіндім. Себебі өз бетінше шешім қабылдай алмайтын. Сағат сайын анасына хабарласып, менің не істеп жатқанымды ұялы телефон арқылы айтып отыратын. Одан қалса сыртқа шығып кетіп, жасырын сөйлесетінді шығарды. Біз үйленген соң күйеуімнің жұмыс жағынан пәтер жалдап тұрдық. Сол пәтерге енем ауылдан жиі келетін. Келген уақытында күйеуімді жанына алып жататын болды. Баламды сағынып кеттім, тұла бойым тұңғышым деп, басында мен бұл істеп жүргендеріне көп мән бере қоймадым. Себебі маған әлі үйрене алмай, келін ретінде қабылдай алмай жүрген болар деп, баласын қызғанып жүрма деп ойладым. Алайда уақыт өте келе енемнің сіңлілері де арамызға түсе бастады. Себебі күйеуімнің туысқандары Қарақалпақстанда екен. Сол себепті нағашылар жағында өскен екен. Жасаймыз деген тойда өтті. Содан келін әлі көтермеді, бедеу, бұл балама қыз болып тимеген сөздер тарай бастады. Мені енем өзінің таныс гинекологына алып барды. Келінде инфекция бар. Бұрын жыныстық қатынасқа түскен адамға ұқсамайды. Ұлыңыздан берілген болуы мүмкін. Екеуі де ем алу керек деп, бізге дәрі-дәрмек жазып берді. Содан қашан көтересің деген сұрақтар, қоңыраулар жиілей берді. Осы кезде мен анама хабарластым. Анам өзі білетін жақсы әйелдер дәрігері маманға алып барды. Мен сол жерде 6 айда ем алдым. Ал бұл уақытта күйеуім әскери адам болған соң жиі іс сапарға баратын еді. Арасында ащы судан ұрттайтынды да шығарды. Одан кейін әріптестерімен таңға дейін қыдыруды бастады. Мен колледжді қызыл дипломға бітіріп, бірден жоғары оқуға тапсырдым. Ал осы кезде енем де қайын інімді күштеп жүріп, мен тапсырған жоғары оқу орнында мен оқып жатқан мамандыққа оқуға тапсыртқызды. Екеуміз бір университетте оқыдық. Солай ем алып жүрген кезімде менің аяғым ауыр болды. 20 жасымда ана атандым. Үлкенім қыз болды. Бірақ оқуымды жалғастыра бердім. Күйеуім бұрынғышынша жұмысын істеп жүрді. Алайда іс сапарлары, қыдырулары да жиілей берді. Содан әріптестерінен жүріп тұрғанға деп ескілеу автокөлік сатып алды. Ол автокөлігінің құжаттары дұрыс болмады және жиі бұзыла берді. Тапқан ақшасын сол автокөлікті жөндеуге салды. Енем автокөлік алғанына қатты қуанбады да. Осы аралықта екеумізді жиі ұрыстырып, арамызға от сала бастады. Содан не керек, қалада пәтерден пәтерге көшіп жүрдік. Тұрақты баспанамыз болмады. Менің арманым үлкен үйім болса, және бақытты отбасым болса, көп балам болса деп армандайтынмын. Бірақ олай болмады. Себебі енем неше түрлі бақсы, балгерге баруды шығарды. Бірде ауылына барған кезімде менің мұрнымнан қан ағып, астымнан да қан ағып, шашым түсіп, қатты арықтап кеттім. Сол ауылына барып келгеннен кейін тамақ батпай, түнде ұйқы көрмей, тек қана күндіз ұйықтайтынды шығардым. Күндіз тұрсам, бүкіл денем ұйып, көз алдым тұманданып кететін еді. Ішкен тамағым денеме сіңбей, жиі іш қату немесе құсу пайда болды. Арықтап, қара торы болып тұтығып кеттім. Қызымның да мазасы кетті. Осы аралықта күйеуім екеуміз жиі ұрысатынды, ол маған қол көтеретінді, екеуміз бір-бірімізді жек көріп тұратынды шығардық. Осылай бұрынғы махаббат сезімі жаймен, жек көрінішке, ашу мен ызаға тола бастады. Менімен қатарластарым оқуын бітіріп жұмысқа кіріп қыдырып жүрді. Ал мен баламен үйде және бай мен енемен алысып жүрдім. Содан не керек, бір күні интернетті ашып,
Бойымдағы әлсіздікті, не себепті қара көлеңке көре беретімді білгім келіп іздей бастадым. Сол кезде дұға, дуа, қара сиқыр деген әлемнің бар екенін білдім. Араға біраз уақыт салып төркінге барып, демалып келмекші болдым. Содан көлікте кетіп бара жатып, орта жасқа келген апамен бірге отырып қалдым. Ол кісі алқынып менің жанында отыра алмады. Көліктен түскен соң мені тоқтатып алып, қызым, екі қабырғаңның асты басып, көтерткізбей ауырып жүргеніне, ұйқысыздық орын алғанына қанша уақыт болды деп сұрады. Қызың да түнде ұйықтамайды екен деді. Ол кісінің бұлай айтқанына мен таң қалдым. Мен бойымдағы бар болып жатқан жағдайды айтып едім. Ол кісі маған сүрелерді оқып жүруді және ілімі жоғары имамға барып тазалануды айтты. Содан не керек, ақырындап сұрастырып жүріп, бір әйел адамға бардым. Бір аптадай дем салып берді. Содан кейін бойымды билеген тылсым күш жаймен кетіп, ұйқым тынышталды. Қызым да ұйықтайтын болды. Осылай жүрген кезімде мен 9 ай қиналған екенмін. Мен күйеуімнің де туысқандары қатты жақын тартпайтын, өмірі маған көңілдері толмай жүретін. Мен ажырасып кету туралы мүлде ойға алмайтынмын. Себебі бұл бала махаббат болды ма, әлде тағы да ата-анама сөз келеді деген пасық пікірлерден қорықтым ба? Осылай күйеуіммен 5 жыл бірге тұрдым. Біраз уақыт пәтерден пәтерге көшіп жүрдік. Қызыма анам қарасты. 40-мнан да анам шығарды. Солай үлкен қызым 11 айлық кезінде мен екінші балаға аяғым ауыр екенін білдім. Бұл кезде оқуымды бітіріп, диплом алып жұмысқа кіремін деп жүрген кезім еді. Содан не керек, Алматы қаласындағы РУВД-ның біріне жай іс қағаздарын жүргізуші ретінде кірдім. Алайда өзімнің жүкті екенімді айтпадым. Менің ойым, жұмысқа шықсам, күйеуімнен тәуелсіз болсам деген мақсат еді. Ол жерде 6 айдай декреттік демалысқа шыққанша жұмыс істедім. Мұнда көбісі ер адамдар жұмыс істейтін. Осы бөлімге, яғни тергеу бөліміне жұмыс жасап жүрдім. Осы кезде күйеуім жиі ішіп келіп, жұмысыма келетінді шығарды. Үлкен қызымды анам ауылда қарап жатқан болатын. Содан бір күні кеште бөлімнің күйеуінің туған күні болып, соған күйеуімді шақырды. Сол кеште күйеуім қатты ішіп алып, маған жүгіріп, мені ұрмақшы болды. Ішіп алса өзінің не істеп не қойған білмей қалатын дәрежеге жетті. Күйеуімді сабасына түсіріп, бөлем жолдасы екеуі жатқызғаны сол еді. Жолдасым дәретханаға үлгермей ұйықтап жатқан күйі кіші дәретін жіберіп қойды. Мен олардың алдында ұялғанымнан жылаған бойы киініп, таң ата жұмысқа кетіп қалдым. Түскі үзіліс болған кезде күйеуім телефон соғып, сыртқа шық, келіп тұрмын деді. Сыртқа шықсам, сол кіші дәретін сындырған киімдерін ауыстырмаған күйде маған жұмысқа келіпті. Мен оны көріп, әріптестерінен ұялып, сол жерде жерге кіріп кете жаздадым. Сөйтіп көз жасыма ерік бердім. Содан кешке үйге келіп, мен шарт қойдым. Бұлай қаланың арғы бұрышынан бергі бұрышына көшіп жүре беруден шаршағандығымды айттым. Жер алып, үй салайық, көктем шыға, ақшаңды жинайық дедім. Алайда ол анасының сөзінен шыға алмады. Мен де ішім шығып біліне бастады. Содан күйеуім маған жақсы. Мен үй салып беремін, маған кредит алып бер деді. Себебі мен осы уақытқа дейін күйеуіме бірнеше рет несиеге ұялы телефон алып беріп, ол белгісіз себептермен телефондарын жоғалтып алатын еді. Ұсталған телефонды, ескі телефондарды ұстағысы келмейтін. Менің атымнан несиеге ұялы телефон алдыртатын. Өйткені өзі қара тізімде болатын. Сол себепті оған несие берілмейтін. Сен маған ақшалай несие алып бер, мен жер алып үй салам деп шарт қойған соң, ертесі күні ойланбастан барып 1 миллион теңге несие алып қолына ұстаттым. Алайда күйеуім ақшаны алған соң ойы өзгеріп, анам ауылға шақырып жатыр деп түлкі бұланға салды. Мен қалайда жер болса да алып қою керек деген мақсат қойдым. Ол кезде екінші баламды босанып, 40-нан енді шыққан кезім болатын. Содан 1 айлық баланы көлікке салып алып, жарнама бойынша көрсетілген жерді көруге шықтық. Осылай 10 күн қатарынан жер іздеп жүргенімізде күйеуімнің әріптесінің әйелін көріп қалдым. Әріптесінің әйелімен жақсы араласатын едім. Шет жағасын айтып едім, ол өздері тұратын жерде 10 сотық жер телімі әлі құрылысы бітпеген времянкасымен сатылымда тұрғанын айтты. Күйеуімді көндіріп әлгі әйел айтқан времянканы көруге бардық.
Шатыры жабылған, алайда терезе есігі жоқ, сылақ жүргізілмеген екен. Иесін тауып алып сөйлесіп, жарты ақшасын беріп, қалған ақшасын айма-ай бөліп төлеп отыратынға келістік. Содан үйдің құжаттарын рәсімдеуге барамыз деген кезде күйеуім кешке енем келетіндігін айтты. Барып, жақсы жаңалығымызбен бөлісіп қайтса қалай болады деп ұсыныс білдірді. Менің ол кезде қуанышым қойныма сыймай, не де болса енді көшіп өмір сүрмеймін. Қыздарымды алып, бір жерде тұрамын. Амандық болып жатса үлкен етіп үй салып алармыз. Алдымен времянканы бітіріп, кіріп алсақ қалғаны өз уақытысында бола жатады деп ойладым. Содан кешке енем сіңлісінің үйіне келді. Біз барып, времянка жермен алдық деп сөз бастап едік. Енем, қай ақшаларыңа алдыңдар? Аталарының басына алдыңдар ма? Ақылдаспай менімен деп ұрсып қоя берді. Мені тастап, ұлын ертіп алып сол времянкаға кеткен еді. Ал біз бұл уақытта келісімге келіп қолхат жаздырып, жарты ақшасын беріп қойған болатынбыз. Енді келісімді бұзу, ақшаны кері қайтарып алу кеш еді. Тек қана қалған жарты ақшаны төлеп тұру ғана болатын. Қанша ашуланса да енем ұлымен бір аптадай сөйлеспей жүрді. Сен бірінші рет менімен ақылдаспай, әйеліңнің тіліне еріп, менсіз шешім қабылдадың, әйеліңнің сөзіне еріп барасын деп неше түрлі SMS жазып жіберіп жүрді. Мен көрсем де көрмегендей жүре бердім. Ендігі мақсатым времянканы күйеуімнің демалысы біткенше бітіріп кіріп алу болатын. Жалға алып тұрып жатқан пәтерден де тездетіп шығып кету керек болды. Времянканың құрылысын бастар кезде күйеуім аяқ асты ауырып, әскери госпитальға түсті. Содан сол жерде времянканың құрылысы біткенше жатты. Сол кезде қайынатам, екі қайын інім құрылысын өзіміз жасаймыз деп алған времянкаға көшіп барып, біреуі ішіп, екеуі бойдақ қыдырып, берекесін кетірді. Әлгі әріптесінің әйелі де сол маңда тұратындықтан күнделікті көріп жүріпті. Содан кейін маған хабарласып, өзің келмесең мына времянка бітпейді деді. Мен ештеңе айта алмаймын. Келген соң өз көзіңмен көрмесең деп айтқан соң мен көшіп бардым. Біраз жинаған ақшамды, қолымдағы бар қымбат әшекейлерімді ломбардқа өткіздім. Қолымдағы 2 айлық баламмен 3 еркекпен алысып жүріп әлгі времянканы бітірдік. Тура времянка біткен күні күйеуім де емханадан шықты. Содан не керек сол времянкада тұрып жаттық. Қаланың шет жағы болғандықтан әлі газ тартылмаған еді. Су енді кіріпті. Күйеуім от жағу, отын жару деген жұмыстардан қашатын еді. Өзі ауылда туып өссе де, амал жоқ, мұндай жұмыстарды істегісі келмейтін. Содан өзім бастап көшіп келіп алған соң, отын жарып, от жағып, кешке жұмыстан келгенше тамақ дайындап, үйдің тіршілігін жасап жүрдім. Әр демалыс сайын енем келетін. Енем жұма күннен келгеннен дүкендер аралап кешке бірақ қайтатын. Ол ылғи күйеуімді бірге ертіп алып кететін еді. Мен емшектегі қызыммен теледидарға телміріп, қарап күтіп отыра беретінмін. Осы уақыттарда күйеуім жұмыстан кешігіп келетін шығарды. Теріс қарап жатып алатын. Жиі іш киімін ауыстырып, өз-өзіне қарап жуынып жүретін болды. Автокөлігінен неше түрлі әйелдердің заттары табылатын болды. Әрине, менде іштей қызғаныш болды. Бір күні тіпті бөлек жататын шығарды. Менімен мүлде сөйлеспейтін болды. Содан бір күні түнде ұялы телефонның жарығынан оянып кеттім. Қарасам, күйеуім бір УЗИ-дің снимогын WhatsApp-тан келген фотоны қарап жатыр екен. Мен көрсем де көрмеген, білсем де білмеген адам секілді ұйықтап қалдым. Ертесі күні тура сол уақытты күтіп жаттым. Тағы да соны қарап жатыр. Содан кейін таң атқан уақытта онымен сөйлеспекші болдым. 1 сағат бұрын ерте оянып алып, шай тамағын дайындап, жұмысқа кететін уақытта тұруын күтіп отырдым. Ол тұра салып, беті қолын жуып, таңғы асын іше бастады. Мен жанына отырып, түнімен қандай УЗИ-дің нәтижесін қарап жүрсің деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол досым бір қызды 2 қабат жасап қойыпты. Алмасаң арыз жазамын деп жатыр. Соның жібергені ғой деді. Шай ішіп бола сала бет аузын шайып, бір кезде ас бөлмедегі ыдыс жуатын раковинаға аяғын жуа бастады. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Содан жұмысқа кетіп қалды. Сөйтіп әдеттегідей кешке қарай кеш келді. Кешкі тамағын ішіп болған соң, не себепті салқындық көрсетіп жүргенін сұрай бастадым. Алайда ол шаршап тұрмын деген сылтау айта бастады. Содан сөзге келіп, ұрысып қалдық. Ол әдетінше мені сілкілеп, қолдарымды қатты қысып ұстап күш көрсете бастады. Далаға қарай шығуға ұмтылып едім, есікті іштен іліп, кілтін қалтасына салып алды. Содан терезе арқылы шықпақшы болып едім, терезеге жақындатпай бар күшімен итеріп, қабырғаға соғылып басыммен отырып қалдым. Осы кезде екінші қызымның 7 айлық кезі болатын. Ол шырқырап жылай бастады. Қызымды қолыма алып жылап отырып,
102-ні теріп қоңырау шалдым. Осы кезде қазір адресті айтатын болсаң, қызың екеуіңді өлтіріп бірақ кетемін деп қорқытқан күйеуімнің сұсты түрін көріп, телефон тұтқасын қоя салдым. Қызымның шыңғырып жылаған даусы жүрегімді жарып ауыртып бара жатса да, мең-зең қалпы отыра бердім. Арада 30 минут өткеннен кейін күйеуім қайтадан жуынып, әдемі киімдерін киіп, әтірін сеуіп кетіп қалды. Мен ашуы басылғанда келер деп қоңырауда шалмадым, және қайда бара жатырсың деп те сұрамадым. Осылай таң атты. Түске таман менің анам хабарласты. Сенде барлығы дұрыс па? Не істеп жатырсың? Енең келіңдер деп шақыртып жатыр ғой, тыныштық па деді. Келмесеңдер қыздарың аяқ қолы аман сау қайтпайды деп қорқытқан екен. Сол күні түс ауа ауылдан ата-анам келді. Мен жай сөзге келіп қалдық, ренжісіп қалдық дедім. Соңғы кездері арамыздың суып жүргенінде ашып айтпадым. Содан ата-анам келді ауылдан. Енем, күйеуім, енемнің ажырасқан сіңлісі бар еді. Сол және бір інісі келіпті. Есіктен кіре сала енем айқайға басып, аузына келгенін айта бастады. Соңынан сүмірейіп күйеуім кірді. Сөйтсем күйеуімнің беті тырналған және киімінің алды жыртылған екен. Мен істемеген істі енем менен көріп, мынаны қыздарың істеді. Мен ұлымды қыздарыңның тепкісіне берген жоқпын деп қояды. Мен емес, ол тиген екен маған. Күйеуім басын салбыратып көзіме тіке қарай алмай тұр. Көзіне қарасаң көзін тайдырып алып кетеді. Әкем, құдағи қоя тұр, екеуінің арасында сен де мен де болған жоқпыз деп жатса, енем ешкімге сөз берер емес. Болды, екеуі ажырасады. Балаларды іздемейміз. Туғаны өңкей қыз ғой. Бізге ұл керек. Мына үйден шықсын. Бұл ұлымның үйі дейді. Содан ұлымның заттарын барлығы бірлесіп жүріп жинап, ертең қалған заттарын алып кетеді. Сен өзіңнің артыңнан келген заттарды алып кет. 2 күн уақыт беремін дейді маған. Үйден шығып бара жатып және менің ұлымнан жақсы бай тапсаң бақытты бол деп, қолын теріс қаратып маған қарғыс араласқан батасын беріп жатты. Мен де ерегесіп әумин деп 3 рет айттым. Содан ертесі күні сіңілім екеуміз времянкаға келдік. Келсек, есіктің алдында жаңадан алынған мусор салатын шелек жоқ. Үйдің ішіне кірдім. Кірсем, жаңадан алған пылесос жоқ және теледидар жоқ. Сондағы дүниелері сол екен. Осымен барлығы бітті. Некені бұзу заңды сот арқылы болып, алғашқы некем осылай аяқталды. Жолдасыммен заңды түрде ажырасып кеттік. Алайда сол кеткеннен қайта оларды көрген жоқпын. Күйеуім 2 қызын іздеп, бір ретте болсын келмеді. Мен ата-анамның үйіне қайтып келдім. Әрі қарай тіршілік ету керек болды. Қызымды емшектен шығарып, жұмыс іздей бастадым. Солай бір қыз жұмыс іздеумен өтті. 1,5 жыл мемлекеттік мекеменің есігін қағып жүріп, ақыры жұмысқа тұрдым. Себебі күйеуім және оның туыстары, сен күніңді көре алмай қаласың. 2 баламен қашанғы әкеңнің үйіне сиясың деген пасық ойлы сөздерін айтқандығы есімде қалған еді. Сол сөздері үшін мен мемлекеттік мекемеге кіруге бел буған болатынмын. Қалай да дәлелдеймін. Өзімді көрсетемін деген ішкі эго солай сайрап тұрды. Маған сол сөздері мотивация болды. Алладан іштей осы қиындықтарымды ойламайтындай, күндізде, түнде де жұмыс істеп шаршап жүретіндей 2 қолға бір жұмыс бере көр деп тілеген едім. Осы тілегіме орай мен тергеуші болып жұмысқа кірдім. Басында еңбек стажым жоқ, тәжірибесі жоқ, жас тергеуші болдым. Солай мен тергеу әлеміне және ішкі істер органдарының әлеміне тап болдым. Бұл орта мен үшін қалың орманда адасып жүрген жас бөлтірік сияқты едім. Жас тергеуші тезірек жұмысына үйренсін деген ниетпен тәуліктік кезекшіліктерге жиі қоятын болды. Осылай күндіз түн демей, өзім қалағандай, өзім тілегендей жұмыс жасап жүрдім. Әріптестеріме де үйрендім. Барлығы менің білмегенімді үйретіп, көмектесіп жүрді. Әріптестеріммен бірге отырыстар, той-томалақтар, жаңа жылдық кештер қызықты өтетін. Солай өмірім бір арнаға түсе бастады. Времянканың иесімен енем және күйеуім барып сөйлесіп, осы ұрыс болмай тұрып барлығын нақтылап шешіп қойған екен. Ұлым келініммен ажырасқалы жатыр. Ертең мүлікке қатысты дау болса, сен бізді танымайсың. Тек қана бұлар пәтер жалдап тұрады. Солай айтасың деп келісіп кеткен екен. Өйткені времянканың қалған ақшасын төлейтін соңғы ай ғана қалған еді. Одан кейін өз атымызға аударып, заңды түрде құжаттарын реттеу ғана қалған болатын. Енем мен ұлы осы уақытты күткен екен. Мен сол ата-анам жасаған заттарды алып, қызыммен және времянканы сатып алған
несиеммен бірге кеттім. Мен жұмысқа кіргенше әкем сол несиемді төлеуге көмектесті. Алайда үйді даулап сотқа жүгінуге қарсы болды. Ата-анам оларды Аллаға тапсыр да, осы жерден әрі қарай өз өміріңді ретте. Жаның аман болса әлі талай үй аласың деп мені тоқтатқан еді. Қаншама рет сол времянканы барып өртеп кеткім келген кездерім болды. Бірақ ашуымды ұстап, әкемнің тілін алып, қалай бар, солай бір Аллаға аманаттап кете бардым. Осылай алғашқы некем сәтсіз аяқталды. Әңгіменің бірінші бөлімінің соңы. Екінші бөлімін жіберіп алмас үшін менің құпия әңгімелер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Әңгіменің авторы және дыбыстап оқыған Жазира Тулешова. Амандықта болайық.